Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен еңбек нарығындағы сұраныс қисық сызығын және осы нарықтың кейбір көрсеткіштерін есептеу жолдарын қарастырамыз. Алдымыздағы кестеде бірінші бағанда өндірістік факторлардың бірі еңбек берілген, және бұл мысалда жұмысшылар саны бір жұмыскерден 500 жұмыскерге дейін өседі. Екінші бағанда осы жұмыскерлер өндіретін өнім көлемі көрсетілген. Өнім көлемі 100 данадан 300 данаға дейін өседі. Енді біз сіздермен еңбектің шекті өнімін есептеуіміз қажет. Ағылшын тілінде біз оны marginal product of labor деп атаймыз. Еңбектің шекті өнімі дегеніміз не? Егер де еңбек жұмысшылар саны өзгергендегі өнім көлемі қалай өзгеретіндігін көрсеткіштің бірі болып табылады. Енді біз сіздермен еңбектің шекті өнімін есептейік. Бір жұмыскердің өндірген 100 дана өнім көлемі осы жұмыскердің шекті өнімі болып табылады. Енді алдымыздағы жұмыскерлер саны бір жұмыскерден 2 жұмыскерге дейін өскен жағдайда өнім көлемі 100 данадан 180 данаға дейін өсетіндігін көре аламыз. Екінші жұмыскердің шекті өнімін есептейік. Оны есептеу үшін біз өнім көлемінің өсімшесін 180 азайтылған 100 бөлеміз жұмысшылар санының өсімшесіне 2 азайтылған 1. Сонда жұмыскер саны бір жұмыскерден 2 жұмыскерге дейін өзгерген жағдайда екінші жұмыскердің еңбегінің шекті өнімі 80 данаға тең екенін көре аламыз. Енді осы формуланы басқа жолдарға көшірейік. Мысал үшін, 5-ші жұмыскердің шекті өнімі 30 данаға тең. Ал енді біз сіздермен келесі бағанда осы еңбектің шекті өнімінің құнын есептейміз. Ағылшын тілінде біз оны value of marginal product of labor деп атаймыз. Еңбектің шекті өнімінің құнын есептеу үшін біз еңбектің шекті өнімін 100 дананы көбейтеміз тауар бағасына. Бұл мысалда тауар бағасы $10 тең. Демек, еңбектің шекті өнімін көбейтеміз $10, 100 дана өнімді көбейтеміз $10, сондағы еңбектің шекті өнімінің құны $1000 болады. Енді осы формуланы басқа жолдарға көшіріп, басқа бағандардың да нәтижесін анықтаймыз. Алдымыздағы мысалда жалақы мөлшерлемесі берілген, және ол әрдайым $500 тең. Енді біз соңғы бағанда шекті пайданы есептеуіміз керек. Шекті пайданы есептеу үшін біз еңбектің шекті өнімінің құнынан шегереміз жалақы мөлшерлемесін. $1000 минус жалақы $500 тең болады шекті пайда $500. Енді осы формуланы басқа жолдарға көбейтіп, біз басқа жолдардағы да шекті пайданы анықтаймыз. Және алдымыздағы мысалда шекті пайда $500-дан минус $200-ға кемігендігін көре аламыз. Енді құрметті тыңдармандар, біз сіздермен еңбек мәліметтерін, еңбектің шекті өнімінің құны мәліметтерін және жалақы деңгейін график жазықтығының бетінде белгілейік. Құрметті тыңдармандар, егер де біз алдымыздағы графикте X өсінен жұмысшылар санын, ағылшын тілінде quantity of labor, ал Y өсінен еңбектің шекті өнімінің құнын және жалақы мөлшерін белгілейтін болсақ, біз мына ашық көк түсті еңбектің шекті өнімінің қисығын аламыз. Және осы еңбектің шекті өнімінің құны мәліметтері негізінде тұрғызылған бұл сызық еңбек нарығындағы сұраныс қисық сызығы болып табылады. Еңбек нарығындағы сұраныс қисық сызығы теріс көлбеулі, кемімелі қисық сызық болып табылады. Себебі жалақы деңгейі төмендеген жағдайда осы жұмыскерлерге деген фирма тарапынан сұраныс өседі. Сондықтан еңбек нарығындағы сұраныс қисық сызығы кемімелі қисық сызық болып табылады. Енді осы жазықтықта біз сіздермен жалақы деңгейін көрсетейік. Алдымыздағы мысалда жалақы мөлшерлемесі $500 болған. Енді біз осы қисық сызықтардан қандай түйіндеме жасай аламыз?
Графиктің сол жағында еңбектің шекті өнімінің құны жалақы деңгейінен жоғары орналасқан. Демек, бұл жағдайда шекті пайда оң сан болады, және біз фирмадағы жұмыскерлер санын көбейте аламыз. Quantity of labor өседі. Ал графиктің оң жағында еңбектің шекті өнімінің құны жалақы деңгейінен төмен орналасқан. Бұл жағдайда біз жұмыскерлер санын көбейте алмаймыз. Егер де еңбектің шекті өнімінің құны жалақы деңгейінен аз болған жағдайда, біз керісінше жұмыскерлер санын азайтуымыз керек. Демек, егер де жалақы деңгейі мен еңбектің шекті өнімінің құны тең болған жағдайда, мына екеуінің қиылысу нүктесіндегі жұмыскерлер саны ол фирма пайдасын максималдандыратын осы фирмаға қажет жұмыскерлер саны болып табылады.